1512 жыл 28 апрелдегі Шөйлі Мәлікті болған ұрыста Бабур жеңіліп, Хисорға шегінуге мәжбүр болды. Шах Исмаил Бабурды қоллау мақсатында Амир Ахмад, яғни лақабы бойынша Ахмад Наджми Сани басшылығындағы әскерлерді жібереді. Наджми Сани лақабы екінші жұлдыз деп аудармаланады. Құлласы сол Амир Ахмед Мауреннахрға келгеннен кейін талаушылық һәм қырғын барат ұрыслары баслайды. Иран әскері Ғузор һәм қаршыны иелейді. 1512 жылдың 28 ноябрінде Ғаждуанда болған ұрыста Убайдулла Сұлтан басшылығында шайбанилер Иран әскерлеріне қатты соққы берді. Ұрыста Амир Ахмед те өлтірілді. Бабур болса Қабулға қайтуға мәжбүр болды. 1519-1525 жыллар дауамында Бабур өз позициясын бекемлеу һәм күшлі мемлекет түзу мақсатында Хиндистанға қарсы бірнеше мәрте әскери харекетлер алып барды.